міне әртүрлі көйлектер шықты. Міне мен платье для девочек деп жаздым. Оны қытайшаға аудардым. Осындай көйлектер шықты. Енді біріншісінен бастап көріп шығайық. Бірінші қанша адам алғанына қарайсыздар. Ол сыртында жазылып тұрады. Мысалы, біріншісінде жазылған 9253 адам алған екен. Екіншісінде 2873. Өздеріңізге ұнағандарын таңдай бересіздер. Мен біріншісінен бастап көрейін. Не шықты? Қазір акция болып жатыр. 11-11 деген. Осы заттардың бәрі жеңілдікпен алсаңыздар болады. Мысалы, бұл магазинде де акция бар екен. Көйлектердің отзывтарына қарайсыздар. Міне отзывы көбейген бұның. Бәріне қарап шығасыздар. Қандай магазин екеніне қарайсыздар. Кейін неден жасалғанына қарайсыздар. Бәрін көріп шыққаннан кейін заказ беруге өтеміз. Заказ бергенде мен 3 жасар қызға дедім. Сол үшін біз 100-ді таңдаймыз. Егер сіздің балаңыз 1 жасар қыз болатын болса, оған 80-ді таңдайсыз. 2 жасарға 90, 3 жасарға 100, 4 жасарға 110, 5 жасарға 120, 6-7 жасар болса 130-ды таңдасаңыз болады. Егер одан үлкен болатын болса 140-ды таңдайсыздар. Осы жерге қарайсыздар. Біреуі қалың екен, оны қайдан білеміз? Өзін ашасыздар. Не, қалың екен мұнау. Маған күз болғандықтан қалыңдауы керек. Сол үшін мен 100-ді таңдап жүрекшеге қойып қоям. Кейін сіздер сәл астына түсетін болсаңыздар, осы көйлекке ұқсайтын басқа түрлері шығады. Оларды да көрсеңіздер болады. Мысалы, мен көрем оларды. Үстінен басам. Осылардың ішінен де таңдасаңыздар болады. Бұл магазинде де акция жүріп жатқан екен. 11-11 деп жазып қояды. Отзывтарын қарайсыздар. Қандай магазин екені, кейін жұлдызына қарайсыздар. Негізі 4-тен жоғары болатын болса, ала берсеңіздер болады. Качествосы жақсы болып келеді. Неден жасалғанын бәрін, описанияларын бәрін көріп шығыңыздар. Не, жазып қойған мына жерінде қанша жасқа келетіні. Сіздің қызыңыз қанша жаста болса, осылған қарап алсаңыздар болады. Не, 80-нен басталады. Бұл 1 жас дегеніміз. Маған қалыңдауы керек болғандықтан осы біріншісін таңдайым. Кейін 100-ді таңдайым 3 жасар қызға болғандықтан. Егер сіздің қызыңыз үлкен болса, үлкендеуін таңдай бересіздер. Жүрекшеге басып қоям. Енді сыртқа шығамыз. Енді сіздерге екінші көйлекті көрсететін болам. Міне осындай көйлек екен. 2873 адам алған екен. Мысалы, бұл жерде акция жоқ. Қарайсыздар, 11-11 деп жазып қоятын болса, акция жүріп жатыр осы магазинде деп айтылған болады. Бұл жерде акция жүрмей жатыр екен. Отзывтарын көріп шығасыздар. Егер ұнаса, ала бересіздер. Қаласаңыздар, осының мына жеріне бассаңыздар, басқа магазиндер шығады осындай товармен. Соларды көрсеңіздер болады. Не, 2 түрлі магазин шықты. Осындай товармен. Кейін соған ұқсаған товарлармен шығады. Не,
астына түсетін болсаңыздар, міне акция жүріп жатқан магазин бар екен. Соның ішіне кіріп көрсеңіздер де болады. Міне кірдім. Бұл жерде акция жүріп жатыр. Міне отзывтарын көріп шығасыздар. Осының ішіне кірсеңіздер, отзывтар шығады. Мына жердегі адамдар, бұл сізбен бірге алатын адамдар. Осы қызылды басатын болсаңыздар, осы бағамен сізбен бірге алатын адамдар. Группамен алатын болғандықтан осындай арзанға береді. Магазин негізгі бағасы 59 болып саналады. Магазинге қарайсыздар, 4-тен жоғары болу керек жұлдызы. Бұл жерде 5 екен. Заказ бере берсеңіздер болады. Кейін оның товардың қандай описаниясын бәрін көріп шығасыздар. Көріп шығасыздар магазинді. Заказ беретін кезде 2 түрлі түсі бар екен. Өздеріңіз ұнағанын таңдай бересіздер. Маған осы қара түс керек. Кейін 110-ды белгілеймін. Жүрекшеге басып қоям. Сіздерде магазиндерді солай іздесеңіздер болады. Сол магазиндердің ішінен сіздерге басқасы ұнап қалатын болса, соны көріп шықсаңыздар болады. Мысалы маған. Осындай көйлек ұнап қалды. Көріп шығам. Отзывтарын көріп шығасыздар. 4 жұлдызды екен. Бұл алсаң болады. 4-тен жоғары 4 ала берсеңіздер болады. Качествосы жақсы болып келеді. Мен негізі Pinduoduo сайтынан көйлектер заказ беріп көргем қызыма. Качестволар жақсы болып келген. Мен көріп шығасыздар. Заказ беретін кезде қызылды басып таңдайсыздар. Бұл жерде қалыңы қысқа болатыны да бар екен. Міне көресіздер. Осындай белгімен белгіленеді ол. Көзге болатыны. Ал мынау көктемге жазға болатыны. Соған қарайсыздар. Өздеріңізге қандай керек болса, сол біреуін таңдайсыздар. Екеуінің арасында ақшасы әртүрлі болуы мүмкін. Мен ақ түстісін таңдаймын мен. 3 жасар қызы болғандықтан 110-ды таңдаймын. Сөйтіп белгілеп қойсаңыздар болады. Осы көйлектердің арасында сіздерге ұнаған болатын болса, ішіне кіріп көре бересіздер. Қанша адам алғанына қарайсыздар. Отзывтарына қарайсыздар. Не әдемі екен көйлек. Размерін дұрыс таңдап жіберіңіздер. Не магазиннің бәрінде қанша жасқа арналғаны, қай размер екені жазылып тұрады. Егер сіздер білмесеңіздер, соған көрсеңіздер болады. Описанияның ішіне кіресіздер, астына түсесіздер, қандай размермен алатыныңызды көрсеңіздер болады. Мысалы, мына жерде 100 бен 110 3-4 жасқа деп жазылған. Мына бірінші тұрғаны жас, мына бойы. Соған қарап шығасыздар. Мына ең астындағы весі. Салмағын санағанда осыны 2-ге бөлесіздер. Мысалы 3-4 жас деген 110 сантиметр. Осы 36-ны 2-ге бөлесіздер. 18 килограммға келеді. Бәрін солай есептейсіздер.
мысалы мына жерде жазылған 160 14 жастан 14 жастан жоғары деп жазылған. Заказ бергенде соған қарап заказ бересіздер. Заказ беретін кезде қызылды басып кіріңіздер. Өздеріңіз ұнағандарын заказ бересіздер. 110 таңдаймыз біз. 3 жасар қыз болғандықтан. Кейін жүрекшеге басып қоямыз. Тағы басқаша көйлектер көрсеңіздер болады. Мен негізі осындай көйлек заказ бергем. Качествосы әдемі болып келді. Осындай двойкаларды заказ берсеңіздер болады. Акция жүріп жатқан екен, 11-11 деген. Бағасын төмендеткен. Озықтарын көресіздер. Бес жұлдызды магазин екен. Размерлері белгіленіп қойылған. Заказ берген кезде мен 3 жасар қызға болғандықтан 110 таңдай берем. Енді сіздер де солай таңдасаңыздар болады. Енді біз корзинаның ішіне кіреміз. Личный кабинеттің ішінде сумканың суретінің үстінен басасыздар. Сол жерде тұрады. Егер сіздер осы көйлектердің екінші басқа түсін таңдасаңыздар, алғыларыңыз келетін болса, мына жерінде плюс бар, соны басасыздар. Осы магазиннен басқа түрін, басқа размерінде алсаңыздар болады. Мысалы, маған осы ақ түсін алам, қызылды басасыздар. Енді қосылды, міне екеу болды. Енді бәрін таңдап шығамыз. Ақшасын төлегенде бірге төлесек, Каспиймен төлесеңіздер, комиссиясы арзандау болады сіздерге. Егер Алипеймен төлесеңіздер, ешқандай комиссия төлемейсіздер. Бәрін белгілеп шықтым. Осындай 14-те 73 болып комиссия төлейсіздер. Қызылды басасыздар. Осы жеріне қарайтын болсаңыздар, скидка береді. Бәрін бірге алғандықтан скидка береді магазиннің өзі. Қараңыздар. Бәрінде скидка берілген. Мысалы, не үшін скидка беріп жатыр, соны көрсеңіздер болады. Скидка магазина деп тұр. Магазиннің өзі бізге скидка беріп тұр екен. Бесплатная доставка бұл жерде. Пиндоданың бәрі товарларына бесплатная доставка. Сөйтіп заказ берсеңіздер болады. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.